Сәлеметсіздер ме, менің сүйікті көрермендерім, қалдарыңыз қалай, ұстаған оразаларыңыз, ниеттеріңіз қабыл болсын. Менің видеомды көрмес бұрын арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюларыңызды сұраймын. Бүгін мен сіздерге дәл осындай мерекелік дастарханға ауызашарға арналған оңай дайындалатын пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Ал ендеше пирогымызды дайындап бастайық. Ең алдымен таза бір ыдысымызға бөлме температурасындағы еріп тұрған сары майды, не болмаса маргаринді саламыз. Оның үстінен қантты саламыз және де жұмыртқаны салып, вилканың көмегімен не болмаса венчиктің көмегімен жақсылап біркелкі масса болғанша араластыратын боламыз. Жұмыртқа негізгі рецепт бойынша бір жұмыртқа қажет болады. Егер сіздерде стандарт үлкен размерлі, үлкен көлемді жұмыртқа болса, онда тек біреуін қолдануға болады. Менде жұмыртқалардың көлемі кішірек болғандықтан екеуін қолдандым. Құрамына қажетті заттың барлығын описание бөлімінде толық жазбаша түрде қалдыратын боламын. Бұл пирог бір жасағаннан да шығатын болады, сондықтан барлықтарға жасап көрулеріңізді сұраймын. Сұйық массамызды жақсылап араластырып алдық. Енді електен өткізілген ұнның үстінен бір шай қасық көлемінде қопсытқышты, разрыхлитель яғни және де какаоны қосып араластырып алатын боламыз. Ал енді осы құрғақ ингредиенттерді сұйық массамыздың үстінен екі бөлікке бөлу арқылы қосып, қамыр илейтін боламыз. Алғашқы бөлікті салғаннан кейін дәл видеода көрсетілгендей шамалы вилкамен араластырып алсаңыздар болады. Оның қалған бөлігін салып, қолдың көмегімен жақсылап қамыр илейтін боламыз. Бізде дәл осындай шоколадты, жұмсақ, үгілмелі қамыр шығады. Енді оны таза салафанымызға салып, кем дегенде жарты сағатқа холодильникке қоятын боламыз. Қамырымыз тыңғанша пирогымыздың ішіне салатын салмасын дайындайтын боламыз. Менде бұл жерде дүкеннің 20% қаймағы. Бұл жерде де қаймақтың барлығының начинкасын, яғни ішіне салатын салмасының да толық ингредиенттерін, құрамын, қажетті граммовкасын описание бөлімінде қалдыратын боламын. Енді осы қаймағымыздың үстінен жұмыртқаны саламыз. Жұмыртқа бұл жерде де мен бір жұмыртқаны артық қостым, бірақ мен сіздерде рецептте стандарт рецептпен жазатын боламын. Яғни көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде рецепт бойынша 3 жұмыртқа салу қажет болатын. Менде жұмыртқаның көлемі кішкентай болғандықтан тағы бір жұмыртқаны артығымен қостым. Енді оның үстінен қантымызды және де міндетті түрде ұмытпаймыз, кукуруз крахмалын қосып, венчикпен не болмаса лопаткамен жақсылап біркелкі етіп араластырамыз. Бұл жерде де начинкасына, салмасына миксерді қолданбаңыздар, өйткені начинкаларыңыз тым сұйықталып, пісіп шыққаннан кейін трещиналар пайда болып кетеді.
Сонымен начинкамыз дайын. Ал енді холодильникте тынып тұрған қамырымызды дәл осылай форманың бойымен әдемілеп жайып шығамыз, және де вилканың көмегімен түбін міндетті түрде тесіп шығамыз. Одан кейін дайын болған начинкамызды құйып, алдын ала қызып тұрған духовкаға жарты сағат не болмаса 40 минутта пісіретін боламыз. Пісіп шыққан пирогты міндетті түрде бөлме температурасында әбден суытып алып, одан кейін бір түнге не болмаса 2-3 сағат көлемінде холодильникке қоятын боламыз. Біздің начинкамыз себебі қатуы қажет. Көріп тұрғандарыңыздай, міне пирогымыз сәтті әрі әдемі болып пісіп шықты. Міндетті түрде кешкі ауызашар не болмаса кез келген мерекелік дастархан, күнделікті дастарханға жасап көрсеңіздер болады. Өте нәзік, жұп-жұмсақ, дәмді пирог. Барлықтарыңызға ас болсын. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар. Достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.